Бірде түлкі туған күнін атап өтпек болыпты. Балық аулап, саңырауқұлақтар теріп, мол тағам дайындапты. Қонақ шақырып, той өтетін көгал жер дайындап қойыпты. Енді құйрығын жазып, айна алдына әдемілене бастады. Көп ұзамай түлкінің қонақтары да жинала бастады. Көгал жерге жайлы жайғасып, түлкінің қонағасын күтіп отыр. «Қап!» деді түлкі қолын жайып. «Досым Василий мысықты шақыруды ұмытып кетіппін ғой». Сөйтіп түлкі досы мысықты шақырамын деп кетті. Қонақтары бір-біріне қарап, «Василий мысық деген кім? Онымен бірге дастарханға отырмас бұрын өзін бір көру керек қой» деп бір-біріне айта бастады. Олар алдымен Василий мысықты көрмек болды. «Мен бұта түбіне тығылып отырам. Василий мысық жанымнан өткенде жақсылап көріп алам», деді де бұта түбіне тығылып қалды. Демін алмай жасырынып отыр. Тек ұзын құлағы сыртқа қылтиып шығып қалды. Қасқыр: «Ал мен қайынның артына тығылам. Васька мысық мені танып қалса, бірден қашып кетем», деп қасқыр да тығылып қалды. Қыбырлауға шамасы келмей ол отыр. Қайыңның артынан құйрығы шығып, көзі қорыққаннан жылтырап тұр. «Ал мен қайынға шығып отырам. Васька мені байқай қоймас», деді де қайың басына әрең дегенде қорбаңдап шықты. Артық қимылдауға шамасы жоқ. Тым биікте отыр ғой. Васька мысықты туған күніне шақырыпты. Васька мысық тым келбет боп келе жатты. Мойнына әдемі қызыл галстук тағып, түлкінің алдына әдемі болып келеді. Ал түлкі болса, жол бойы өзінің дайындаған қонағасын айтып келеді. Василий қоян тығылған бұтаның қасынан өтіп бара жатты. Сол кезде қоян тығылған бұталар сыдырлай бастады. Бұта түбінде тығылып отырған тышқан екен деп, Василий мысық тап береді. Қоян қорыққаннан алды-артына қарамай безе жөнелді. Қайыңға өрмелеп шықты. Ол қайыңда аю отыр еді. Мысықты көре сала аю: «Бітті шаруам. Василий мысық мені көріп қойды. Енді талғанымды шығарады», деп ойлады. Аю тура қасқырдың үстіне құлады. Қасқыр қорыққаннан ұлыған күйге зыта жөнелді. Ал аю онымен жарыса жүгірді. Осылайша ол екеуі дөң үстімен бұта арасымен қаша жөнелді. Ал түлкі қонақтарының жан-жаққа қашып кеткенін көріп, бәрінің зәресінің ұшқанына қарағанда, Васька нағыз хайуан ғой. Мен оның жанында жападан жалғыз қалай қалам? Мен де қашып құтылайын. Бұл туған күнімді басқа бір күні атап өтермін, деп ойлады. Аңның бәрі тоз-тоз болып қашса, Василий мысық бұтақтан түсе сала тамақты жей бастады. Сол күні Васька тамаққа әбден тойып алды. Балық та, саңырауқұлақ та тек Васькаға тиді.